Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге доллар гүлін қандай жағдай болса да тастауға асықпаңыздар. Кез келген доллар гүлін аман алып қалуға болады деген видеомен бөліскім келіп отыр. Назарларыңызда доллар гүлі. Қарасаңыздар, бұл доллар гүлінің жапырақтары неге сарғаяды деген менде видео бар. Суретін шығарып, мен описанияға ссылкасын қалдырып кететін боламын. Кіріп көрсеңіздер болады. Мына жерде менің өте бұрынғы доллар гүлім, ең бірінші неше жылдан бері менде өсіп келе жатқан доллар гүлі болатын. Бұл өте қатты ескіріп, ұзақ жылдар болғандықтан солай бола бастады. Жапырақтарында жаңа шығармай. Сондықтан да мен қараңыздаршы, міне барлық стрелкаларын кесіп тастаған болатынмын. Тек қана мына кішкентай ғана стрелкасы қалған болатын. Міне ескі екені көрініп тұр. Неге себебі мынандай қараңыздаршы, мынандай болып кетті. Мынандай болып сызық-сызық болып, ескіріп, сондай болып әдемі көрік бермей қойды. Сол себепті де мен барлық стрелкаларын кесіп тастадым. Картошкасы тамыры өте әдемі екен. Енді қарасаңыздар, міне қараңыздаршы, қандай өте әдемі, міне жылтыраған жапырақтарымен өте керемет жапырақтарын шығарып тұр. Бір 2 аптаның ішінде шығардып десем де болады. Мына қараңыздаршы, мына да міне жаңадан стрелкасын шығарып келе жатыр. Бұл доллар гүлінің күтімі туралы менде бар. Мына каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Ақпараттар айтылған, сол жерден кіріп көрсеңіздер болады. Қандай жағдай болса да доллар гүлін тастауға асықпаңыздар. Мен алдындағы видеоларымда бар, бір таяғы қалса да тамырлайды деген. Бұл гүл суккулент сортына жатады, суды жақсы көре бермейді. Өте төзімді, өте шыдамды, және көп адамдар өлтіріп алып жатады картошкасын шірітіп. Сонда да жапырақтан болса да көбейтіп, мынандай бір жапырақтан болса да көбейтіп аман алып қалуға болады. Мына жерде менің YouTube каналым, осыған кіріп көрсеңіздер болады. Кез келген каналға жазылып, тіркеліп, подписаться етсеңіздер болады. Мына гүлдердің көп күтімдерімен бөлісетін боламын. Мына жерде қарасаңыздар, мына бір ғана таяқтан көбейтілген доллар гүлі, стрелка шығарып жатқан доллар гүлі, міне көп деген ақпараттар бар. Менің каналымды көп адамдар, 80% адам тіркелмей көреді екен. Сол себепті де тіркеліп көрсеңіздер, бірінші болып көретін боласыздар. Мысалы, мына жерге, міне менің видеома кірген кезде, мына жерде қазір подписаться деген шығады. Осы подписацияны басып тіркеліп қойсаңыздар, бірінші уведомление сіздерге келетін болады. Описаниясында барлық комментарияларды оқи аласыздар, көптеген ақпараттар біле аласыздар. Осы менің каналыма кіріп, көп видеоларды кіріп көрсеңіздер болады. Қаншама гүлдердің күтімі айтылған. Менде еще түсіріп қойған гүлдердің қайтадан біраз уақыт өткен екен, осы гүл туралы айтсаңыз екен деп менің сұрақтар келіп жатады. Одан да менің каналыма кіріп, барлық видеоларды кіріп көрсеңіздер болады. Қараңыздар, көптеген ақпараттар бар. Каналға кіріп, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Көптеген гүлдердің тыңайтқыштар туралы, суды қалай құю туралы, перевалка әдісі, доллар гүлінің күтімі, әйел бақыты гүлі, тамырлату, осылардың барлығы менің каналымда бар. Каналға кіріп көріңіздер. Кез келген гүлдердің күтімі туралы ақпаратты ала аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Міндетті түрде бірінші болып жауап беретін боламын. Осылай доллар гүлін аман алып қалсаңыздар болады. Қатайған, жаңағыдай ескірген стрелкаларын кесіп тастауға ешқашанда қорықпаңыздар. Және кескен жерлеріңізге міндетті түрде активированный угольді сеуіп қойыңыздар. Ешқандай да сонда бактериальный ауруға шалдықпайды гүлдеріңіз. Ендігіде пересадка жасап отырғызған кезде мына столбиктердің барлығын алып тастасаңыздар да болады. Өзі бөлініп көрініп тұрады. Тек қана мына жаңадан шығарған стрелкаларын алып қалсаңыздар болады. Гүлдеріңіз жайқалып, әдемі болып сіздерді қуанта берсін. Доллар гүлдеріңіз өте әдемі болып өссін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.